Композитор, қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың әйелі Жәмила Қалдаяқованың сұхбатынан. Шәмші қалақтай ғана сары жігіт еді. Мен қалада өстім, орыс мектебінде білім алдым. Шәмші болса Шәуілдірде туып өскенін білесіздер. Қаймағы бұзылмаған қазақы тәрбиенің қайнаған ортасынан шықты. Бірақ Алматыға келгеннен кейін қала тіршілігіне тез үйреніп кетті. Өте білімді, ішкі мәдениеті жоғары, адамгершілікті жігіт еді. Менің де қолаң шашым беліме түскен, сымға тартқандай бой жеткенмін ғой ол кезде. Шәмші консерваторияда оқиды. Мен осы оқу орнының тігін ательесінде жұмыс істеймін. Бір таңғалатынмын. Шәмші ауылдың баласы болса да, орысшаға керемет жүйрік екен. Қазақша, орысша ән айтқанда, би билегенде оның алдына түсетін жігіт табылмайтын. Аккордеон, фортепиано, домбыра тартады. Оның біздер аузымыз ашылып тыңдаймыз. Бір қарағанда кіп-кішкентай ғана сары бала, құлағынан күн көрінетін жұқалтаң. Бірақ тұла бойы тұнып тұрған өнер, сол үшін жұрттың бәрі сыйлайтын. Шәмшінің өнерін көре алмай, күндегендер де өте көп болды. 3-4 жыл қол ұстасып қатар жүргеннен кейін, ақыры екеуміз шаңырақ көтердік. Ол кезде мен 27-ге келіп қалғанмын. Шәмші Жәмиланы әдейі қартайтып алдым деп әзілдеп жүретін. Үйленгеннен кейін маған кішкентай 8 пілдің мүсінін сыйлады. Ұзақ жылдар бойы көзімнің қарашығындай сақтап жүрдім. Кейін ұлдарымыз Қасым мен Мұхтар дүниеге келді. Екеуі әлгі кішкентай пілдермен ойнағанды жақсы көретін. Бірде ас үйдің кешкі асының қамын жасап жатсам, сырттан Шәмші жүгіріп келді. Жәмила, таста бәрін, туды деп мәз болып қуанып жүр. Кім туылды? Қолымнан жетелеп төргі бөлмеге алып келді. Отыр Жәмилаш, жақсылап тыңда. Жаңа ән дүниеге келді деп аккордеонын алып тарта бастады. Әннің ырғағына бүкіл денесімен теңселіп отырып, аяғына дейін тартып шықты да, менен қалай деп сұрайды. Қолымды алжапқышыма сүртіп тұрдым. Жақсы сияқты, орыстың әндеріне аздап ұқсайтын сияқты. Әні орысшалы болғанымен сөзін қазақша жаздырамын ғой. Мен қазақ әніне жаңалық әкелдім. Келесі күні таңертеңгісін асығып бір жаққа кеткен. Консерваторияға барып, пианиноға салыпты. Сөзін Тұманбай ағамызға жазғызды. Қайырмасы, кел берейік кетпе менің қасымнан, қызғалдағым таң нұрымен ашылған, сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауып басылған деп келетін бұл ән бақыт құшағында еді. Бұл әнді саған арнаймын. Екеуміз үшін бақыттың құшағы әрдайым ашық болсыншы, деді. Көп әндердің алғашқы тыңдаушысы мен болдым. Сен сұлуды шығарғанда да, мені ең бірінші тыңдарманым да, сыншым да өзіңсің. Осы әнді сенің құрметіңе шығардым, деп балаша мәз болғаны әлі күнге дейін есімде. Кейде екеуміз көшеде келе жатқанда ыңылдап, бір әуеннің қызығына түсіп кетеді. Сосын үйге жатып сол ойындағы әнді мандолиномен, фортепианомен орындағанша асығады. Бір қызық мінезі өзінің әндерін өзі айта бермеуші еді. Көпшіліктің ортасында отырған кезде көбінесе басқаларға шырқатып қойып, өзі фортепианомен сүйемелдеп отырғанды ұнататын. Қазір кейбіреулердің Шәмші ішкіш еді, әйелі мен балаларына күн көрсетпейтін деген күңкіл әңгімелерін естіп қаламыз. Оның бәрі өтірік. Ол ешқашан отбасының шырқын бұзған адам емес. Шынын айтқанда, сол жылдары ішпейтін адам үлеуде біреу еді ғой. Шәмші керісінше ащы судан ұрттап алғанда елжіреп, елдің бәрін құшақтап сүюге әзір тұратын. Үйге ұрттап келгеннің өзінде Естайдың қорланын ыңылдап, қайталап айта беретін. Арасында ән деп осыны айт деп таңғалып отырады. Сосын ұйықтап кететін. Тамақты да аса көп талғамайтын. Құймақпен шай ішкенді ұнататын. Асқан етімді де сүйсініп жейтін дейді. Шәмші көзінің тірісінде балаларының өнер жолына түсуін қатты армандады. Балаларын өз қолымен жетелеп апарып, Күләш Байсейітова атындағы өнер мектебіне апарды. Қазір екеуі де кәсіби музыканттар. Шәмшінің осы күнді көре алмай кеткеніне ғана өкінеміз. Әйтпесе, тірісінде халықтың махаббатынан кенде болған жоқ қой, деп Жәмила Қалдаяқова өз сұхбатын аяқтады.